Мен әр жазда басқа қаладағы үлкен әжемнің үйінде демалатынмын. Үйдің қасында ескі саябақ бар. Тасталып кетпеген. Күндізгі уақытта тіпті балдар ойнап жүретін. Бірақ кешкі 6-ларда ата-аналары үйлеріне кіргізіп алатын. Ал 7-лерде ол жерде адам жоқтан тасталып кеткендей болып тұратын. 14 жасымда шамамен барлық құрдастарым спирттік суға қызыға бастады. Бір бала бар еді, жасы 19-да. Бірақ жасына қарамай біз секілді кішкентайлармен араласатын. Қысқасы, бізге ішімдік пен темекіні сол еді алып беретін. Бір күні біз бір ішімдіктен алып сол саябақтың ауласында әңгімелесіп отырғанбыз. Мен тағы 3 бала. Бағанағы 19 жасар бала мен тағы қос қыздар. Тіпті ол қыздардың бірімен мен сол кезде жүріп жүрдім десем де болады. Түнге жақын бәрі ақырындап тарап кетті. Мені қызыммен бірге қалдырып. Мен айттым, мен сыртқа шығып келейін, сен осында отыра тұр, жарай ма? Жарайды, деп жауап берді. Мен кеттім. Жұмысымды бітіріп қайтып келсем, қызым бір жаққа жоқ болып кетіпті. Жан жағыма қарасам, саябақтың шет жағында теріс қарап бір бала тұр. Дене бітімі 4 жасар балаға ұқсайды. Мен одан сұрадым. Ей, сен көрген жоқсың ба? Осында бір қыз отырған. Ал ол болса, спортшы бала секілді үлкен жылдамдықпен маған қарай жүгіре жөнелді. Түрін көре алмадым. Қорқып шетке қаштым. Ал ол басқа үйдің бұрышына барып тұрып алды. Артынан жүгіріп барған едім. Ол тағы басқа жаққа жоқ болып кетті. Осы кезде бір құлаған дауыс естідім. Жүгіріп бардым. Ал ол жерде баланың киіп жүрген киімдері жатты. Бірақ баланың өзі жоқ. Мен ештеңе түсінбей тұрып қалдым. Бірден біреу мұздай қолымен мойнымды ұстағандай болды. Бұрылып қарасам, ешкім жоқ. Мен тағы да қыз бен бала жоқ па екен деп саябақты 1-2 рет айналып шықтым. Содан үйге қайттым. Келесі күні қызыммен кездестім. Кеше қайда болдың деп сұрасам, бір өзім отыруға қорықтым. Сені іздедім. Таппағасын үйге қайттым, деді.